Аллахтан басқа Құдай жоқ деген барлық мұсылмандарға айтқым келеді. Ұстаз, менің күнәларым бар, мен көп ашуланамын, мені Аллах бәрібір кешіре ме деп сұрайды. Бауырым, сен ашушаң болсаң да сені Аллах жақсы көреді. Болмаса, ұстаз, мен темекі тартамын дейді. Сен темекіге әуес болсаң да, күнә жасасаң да Аллах сені жақсы көреді. Өйткені сен мұсылмансың. Қарындасым, сен толықтай хиджабты кимесең де, Аллах сені жақсы көреді. Аллахтың жолына оралу керек. Өз бағаларыңды біліңдер. Сендер бағалысыңдар. Сендер кімсіңдер? Білесіңдер ме? Сендер Аллахтың құлы, пайғамбардың үмметісіңдер. Пайғамбар Мұхаммад, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, өзінің ізбасары етіп Абу Бәкір тағайындады. Неге? Өйткені Абу Бәкір жақсы қасиеттерге ие болған еді. Бауырым, Аллах тағала сенің бойыңнан бір жақсылықты көрді. Қарындасым, сен де бойындағы жақсы қасиеттермен Аллахтың назарын іліктің. Сондықтан да сендер Аллахтың құлдары, пайғамбар Мұхаммедтің, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, үмметісіңдер.